Жамбыл облысында құлдықта жүрміз деген қос жеткіншек көмек сұрайды. Өгей әкенің қорлығына шыдамаған ағалы інілі бауырлардың видео үндеуі әлеуметтік желіде тарады. Әбден қажыған екеу қол ұшын созар жан табылмаса, өз-өздеріне қол жұмсауға да дайын екендерін айтқан. Бізге көмектесіңіздер, шалып берсеңіз, пожалуйста. Өзін соттап, қой жазып бізге, қой жазғайын бізге, қой бір жетер қалса бізден өледі бастайын. Қой жазылса да бізден өледі. Сол қой үшін біз таяқ жейміз. Бізге көмектесіңіздер, шалып берсеңіздер, шосақпа. 17 және 10 жастағы ағайындылар өгей әкелерінің өлімші етіп сабайтынынан айтады. Денелерінің сау тамтығы қалмағанын көрсеткен олар жоғалған қой үшін қамшының астына алады деп жыларма. Өткен кеткен көліктерді тоқтатып талай мәрте құтқаруын өтініпті, алайда ешкім елемейді деп отыр. Адам төзгісіз жағдайда өмір сүргендеріне 5 жыл болған. Айтқан уәждерін егілмей тыңдау мүмкін емес. Оқушы балалардың мүшкіл халін полиция департаменті растады. Белгілі болғандай оқиға Талас ауданы Көктал ауылында болған. Ажырасқан анасы осы ауылдың азаматына екінші мәрте тұрмыс құрған. Қазір кәмелет жасына толмаған жасөспірімдер Тараз қаласына жеткізілді. Қиын өмірлік жағдайдағы балаларға көмек көрсету орталығында психологиялық және заңдық қолдау тағайындалған. Қылмыстық іс қозғалып, барлық кінәлілер тергеуге алынатын болды. Ал балалардың өздері туған әкелеріне барғысы келеді. Битмен қорқып көрмебедім. Үстім бәрі жара болып, жатсам да тұрсам да, әйтеуір бір нәрсені ғана ойлайтын болдым. Туған әкем қолына барсам ба деп. Үйде маған сөйлегісі келеді, бірақ маған өзі қорқады. Өтініш бір көмектесіп жіберіңіздерші. Бір күні екеуміз біреуміз өлмесек, көмектеспесеңіздер білмеймін.